Төленәбдік Парасат майданы хикаятынан үзінді. Мен бұл күнделікті таныс дәрігерден алғанмын. Ең ғажабы, күнделік иесін мен білетін болып шықтым. Дүние қанша кең болса да, адам жолының қиылысында да шек жоқ. Жас кезде өмір қайнаған базар секілді. Дос та көп, жолдас та көп. Достың досы саған да дос болып жүретін кез. Сондай бір сапырылысқан тұста аз кем күн аралас құраластау болғанымыз бар. Түрі де есімде. Ұзын бойлы, арық, ақсары жігіт. Жүйкесі жұқалау ма, әзіл сөзге қызарып кететін. Оған бөтен елдің адамына қарағандай көңілін аулай сөйлеп, аяңқырап жүретін біз. Көбіне жиын тойларда, қонақасыларда кездесеміз. Сөйлеген сөзінен, жүріс-тұрысынан, зиялы отбасынан шыққаны, кәсіби тәрбиені көбірек көргені байқалады. Мінезі жұмсақ. Онысы өзгелерге жағымды көрінгенмен, өзіне әлде бір шарасыздық әкелетін секілді. Арнайы сөзге тартпасаң, қасыңда бәленбай сағат үнсіз отыруға бар. Сондықтан онымен аса бір емен жарқын сырласа кеткен күн болған жоқ. Бір кемедегі жолаушылардай ғана таныстық қалды. Кейін көрмей кеттім. Міне, енді бірнеше дәптерден тұратын жазбаларын оқып шыққанда, оның мен білетін ақсары жігітке түк қатысы жоқ секілді көрінді. Күнделік бойынша өмірбаянды қалпына келтіріп, құрастыру мүмкін емес. Көбіне өзінің ішкі сезімдері мен ой пікірлерін жазған. Тек соңғы дәптерде ғана оның тағдырының ұлы жобасы байқалғандай болады. Мұндағы оқиғалардың рет-ретімен жан-жақты баяндалып, жазысқан хаттарға дейін күнделікке мұқият көшірілуіне қарағанда, автор бұл жазбаларды түбінде өзге де біреулердің оқуы мүмкін екенін жоққа шығармаған секілді. Оқырман назарына күнделіктің осы соңғы бөлігін ұсынып отырмын. Екі ұдай сезім құшағында, үміт пен күдіктің, шындық пен жалғанның арасында сергелдең болған жандарға бәлкім пайдасы тиер. Күнделік иесінің аты жөнін жария қылу әбестік болар деп ойладым. Көп бейтаныс замандастың бірі деп қабылдаңыз. Төленәбдік Парасат майданы хикаятынан үзінді. Бейтаныс құрбым өзіме дәл осылай бәле болып жабысар деп ойламаған едім. Тура бір ғашығым секілді күндіз түні ойымнан кетпейді. Оның өзімде төңіректеп жүргенін, қатар тұрған адамның демін сезгендей, жүрек лүпілін естігендер бір түйсікпен аңғаратын тәріздімін. Аулада жүргендердің қайсы бірі күдікті көрініп, тағы да соларды аңдумен бүкіл уақытым зая кетті. Күн сайын ұйқым қанбайды. Таңертең қалжырап әрең оянамын. Түнде әлдебір дыбыстан оянып кеттім. Тың-тыңдап біраз жатқан соң қараңғы дәлізге шықтым. Көше жақтан біреулердің жүрген дыбысын естіп, терезеден қарадым. Ешкім көрінбейді. Бір ғажабы, мен терезе алдынан кеткенде аяқ дыбысы қайта естіледі. Анда-санда машина көрілген аяқ тықылын жоғалтып алып, біраздан кейін қайта естіп, кейде сол дыбысты естіп тұрғанымды, әлде естімей тұрғанымды өзім айыра алмай, беймәлім күйде жүрегім атқақтап ұзақ тұрамын. Сыртқа шығып қарамақ болып едім, бөлімшенің есігі жабық екен. Қайтып келіп төсегіме жаттым, бірақ таң атқанша көз ілмедім. Көзім іліне бергенде жақындап келе жатқан аяқ дыбысын естіп, оянып кетемін.